жеткен әкелді бақыт жеріне. Наурыз көктем молшылық байлық береке, наурыз көктем асығып жеткен мереке, наурыз көктем думанды тойда халайық, наурыз көктем қосылып әнге салайық. Наурыз көктем шуағын төккен әкелді байлық еліме, наурыз көктем асығып жеткен әкелді бақыт жеріне. Наурыз көктем шуағын төккен әкелді байлық еліме, наурыз көктем асығып жеткен әкелді бақыт жеріне. Наурыз көктем шуағын төккен әкелді байлық еліме, наурыз көктем асығып жеткен әкелді бақыт жеріне. Наурыз көктем шуағын төккен әкелді байлық еліме, наурыз көктем асығып жеткен әкелді бақыт жеріне. Сыртта тұрған ағайын ішке шақырайықшы, келіңіздер. Мынау бүгінгі біздің 11-ші класстан басқалардың барлығы, ата-аналардың, бүгінгі мектеп мұғалімдерінің барлығын ақ дастархан басына шақырамыз. Келіңіздер. Аспай, саспай, бір-бірлеріңізді баспай, 18-дегі жастай топ-топтарыңызбен, жұп-жұптарыңызбен тек сіздер үшін жазылған ақ дастарханға жайғасуға рұқсат. Келіңіздер. Жайғасыңдар, төр жақта тұрған барлықтарыңыз келіңіздер. Ата-аналар барлықтарыңыз келіңіздер. Ой, бәрекелді. Ендеше қазір мынау сіздердің мәпелеп өсірген образдарыңызды аяулы ұстаздары бір жұмақ өлеңдермен шақырса, солай кіргізсек нұр үстіне нұр болады. Сәлеметсіздер, менің алдымен шәкірттерімді шақырып алайын. Әрбір менің классымда 28 оқушым бар, әрқайсысына бөлек-бөлек мінез-құлқына қарай тақпақ келген. Тағы оқушылар тыңдап кімнің аты шығады, келіп отыра ғой, иә? Асыл бол ардақты, ата жолын жалғапты, сыныптағы шырайлы, мінезі де салмақты, атыңа сай ғажапсың, асылы бол қазақтың, асыл келе ғой. Отыра бер. Қуанышқа бөлеп жүрер жан-жағын, күлдіреді қалжыңмен бәр маңын, ол бар жерде сыныпта бұлдашу, айтар болсақ бұл сыныптың арманын. Әр күндерің қуанышқа толы боп, орындасын барлық тілек арманың, арман келе ғой. Ұмтылатын еңбекке, қуаты оның еңбекте, ізденімпаз адамдар еңбек етер терлетте, қуат біздің осындай, еңбекпен осының бәрін жеңбекке, қуат келе ғой. Өзі әнші өнерлі, әнне жұрт кенелді, өнерімен халқына жырынды сыйла кемелді. Айбол аса бер биік асқарды, айбол жұлдызы аспанның айболы. Мирасыл десе дегендей, асылы ердің сендердей, ұқыпты таза жүреді, сыланып тойға келгендей. Өмір жолында таза болсын, болашаққа жет бөгелмей, ер асыл. Құралай қарапайым көрінер өңірегі, математик есептер төңірегі. Құралай қыз құлпырып-құлпыра бер, арман жолың ашық болсын өмірдегі. Құралай
атайын бауырмалдығын, жанына саяз деген құрбыларының, жақсы ғой дәл жанынан табылғаның, армандарың әрқашан орындалсын, бал бақыттың тілеймін, бәрін жан сая кел ғой. Әрсіне жауапты, ақылы өзінің зор қандай, сеніміңді ақтайтын қыз бар мекен тоғжандай. Сөзі аз түйіп дауыстырып өткен, саятты айтайын жырғып мен, өмір жолың ашық боп әрдайым, ақ жол болсын бұл тірліктен, саят кел ғой. Жаны құштар, білімінде шексіз күш бар, зерттеп ғылымы еш жасап, білімін ойын ұштар. Әлнұр біздің осындай, бағындырары талай ес бар, әлнұр кел ғой. Артыңа болып затың сай, темірдей болсын ер төсі, тез өкілеп қалатын, мұғалімдердің еркесі, көгіне сені көтерсін, еліңнің ерке өлкесі темірлан. Қара сөздің шебері, олда үлкен өнері, Айзат деген ұлымыз сөз қылған сенері, қолынан бәрі келеді, үмітін ақтар елдің, азамат болу өрелі, Айзат. Ынтығып үйрену білімге, сөйлейтін ағылшын тілінде, алуа елінің әрқашан, көгінде күні бол күлімде, алуа кел ғой. Өжеттік көрінетін жанарынан, қимияның балашар базарынан, қуаныш нұры сенің қайғашанда, ажарғыз күлімдесін ажарынан. Күдім көз оймақ ауыз баяғыдай, қазақтың қыз жібегі баянындай, айдана айдан қонған әдемілік, мәңгілік бақыт күлін сая қылғай айдана. Гүлдің нұрын тамызым есіміне, еңбекшіл ізденгіш қыз өзі мүлде, өмірімнің жұлдызы жарқын болып, тілектеспін физик болып өсуіңе гүлнұр. Назым назы әр сезіміңді ұғатын, салмақ сөзі сабырлы болып тұратын, сенімдіміз сенде бір күн елінің, үміт артар, ару болып шығарсың, назым келе ғой. Күлдетер құлпыртып бөктерді, күзат қыз күлімдеп өткені, көңіліңді алып ұшып жүретін, бақыттың көбелегі көктемді, күзат келе ғой. Айдай сұлу әдемі, күндей сұлу көріпті, айдай керім болсын деп Айгерім атын беріпті, өмір жолың ашық боп тілеймін ең жеңісті, Мұқанов Айгерім келе ғой. Ақжарқын ақкөңіл әсел қыз, жанашыр болған соң әсем қыз, жанымда жұмсақ мамықтай, дос болып достармен осылай әсел кел ғой. Жанаппақ ақжан болған, тілек тілеп маржан жолдан, пысық өзі ісіне тиянақты, барлығы келер қолынан, жолың болсын ақ молынан, ақжан келе ғой. Еркесі бар, назы бар, назеркедей қазына бар, өзі нәзік болса дағы қимияны жаны қалар, күрмеуі көп бұл өмірдің, сендей қыздың жолы болар. Салмақты да сабырлы, қалауың болсын қарымды, Айша қыз бар, Айша қыздай қыз бар мекен, жаны жана жағымды. Әр атқан таңдарын арайын, жанына қыз өзіне балайын, салмақты ойлы жүзіңнен тек қана қуаныш табайын, жанына келе ғой.
туған қыз өзіне молдасын, көп шаршап отыратын болғансың, өмірдің аспанында алып ұшып, самғасын, қанатың қалмасын. Айжан ғой. Айгерім ренжіп өкпелеп, отырар назым бар көпке деп, әрдайым аман бол ортада, жүре бер бізге еркелеп. Осылай Айгерім ғой. Мәдина қыз жанышын, сан өнердің сәнісің, ортамыздың мәнісің, үстем болсын өнерің, алға бассын әрісің. Мәдина келе ғой. Қырындай жасылың, тұғырындай асылдың, зұлфат ортамызда серісі 21 ғасырдың. Жолың болу арқаштан, ізімізге бақсы болың. Құрметті мұғалімдер, мен шақырмен қалысып еттім, енді қарай сөздеріңізді сізге берейін. Бәрекелді, рахмет. Түбі түркі, түріге жылқы, атасы алғаш, керегесі ағаш. Қазандары оқтан түспеген, ұлдары аттан түспеген. Алтын қасықтай ұл тәрбиелеген, күміс қасықтай қыз тәрбиелеген. Ақ жаулықты аталар, ақ сақалды апалар, ақ жаулықты апалар, топырақтай асыл ағалар, жапырақтай жасыл жеңгелер, шәрбаттай тәтті сіңлілер, жаңғақтай қатты інілер. 90 сөзін тоғықтай күйіні көктегінің құлы болған, көкбөрінің ұлы болған, Өскемен елін беделді қайда, ассалаумағалейкум дедім. Мағайын дастарханды сыйламаған қалмақ емеспіз. Дастарханға қалмақтар ғана батасыз отырған екен. Ендеше біз дастарханды сыйлаған елміз, сондықтан бүгінгі ақ дастарханға мынау төрде отырған атамыздан бір бата болсақ. Бәрекелді, мына жақта ата, бүгінгі дастарханға өзіңіздің бір батаңызды берсеңіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Амин десеңге бата, қолдасын қызыратар. Қызырат қияласын, бақытын ұяласын. Кетпес, дәулет берсін, кең пейілді болсын. Балалар мен ғұмырлы болыңдар, бақытты болыңдар, айналайын. Қанаттарың қалмасын. Амин. Әмин ата, бәрекелді айтқаныңыз келсін. Ендеше, мынау маған қара ойлап қол жүрмеңіздер ағайын. Аяқ қылтырықтай, мойны жұдырықтай, көйлегін шешсе қабырғасы көрінетін, сірескен сіріден басқа бір түйелек тиген маған. Самбиған қарды болмаса да қалқыған құлағы бар, мына жас бала біздің бүгінгі кешімізге не қып келді демеңіздер, мынау қазақ айтады. Ақылды кісіден сұра дейді, кісі рұқсат етсе кісіден сұра дейді. Ендеше мынау бүгінгі ақшандай қыздарыңыздың шешесі мынау мен өзім кураторым Жанар апай өзім сұрағаннан кейін осындай кештеріңізді басқаға келіп қалған жағдайымыз бар. Ендеше ең бірінші архитектің кезегін осы мектептің директоры Акитбаев Есім Тұрысбекұлы және де оның жұбайымен Гүлзипа Кәрімқызын ортаға шақырсақ. Ал енді құрметті менің шәкірттерім, оның мынау отырған ата-аналары, ұстаздар, бүгін мынау ұлыстың ұлы күні, бірінші сендердің дастархандарыңа міне ата-ананың қолынан жасалған наурыз көжемен, ақ ниетімізбен осы шәкірттеріміз, кішкентай балапандарымыз міне өсіп, қанаты қатайып, мектеп қабырғасын ұшқалы отыр. 11 жыл оқыды осы мектепте. Бәрі бізге осы кішкентай ұлдарымыз бен қыздарымыздың жүздері, жүз жанарлары бізге таныс, өзіміздің ішімізден шыққан баламыздай көрінеді. Шамаларының келгенше мұғалімдерінің алдынан өтпей тілін алып, әке-шешесінің батасын алып, әке мен шешенің тәрбиесінен, мұғалімнің алған берген тәрбиесінен, сабағынан бүгінгі күніміне аттанғалы отыр. Аттанғалында жаңағы жылдың басы наурыздың күнімен тұстас келіп отыр. Осы жасап жатқан тілеуіміз Алланың құлағына шалынып, мына отырған кішкентай ұл-қыздарымыз қанаттары талмай, жолдары ақ боп, жақсы оқу орындарына түсіп, бізді қуанта берсін. Ол тілеу деген дүние өте дұрыс нәрсе деп біз оғамыз, барлығымызда.
Әрине осы баланың тілеуі, мынау жаңа жылмен тұстас келуі, оның өзі де үлкен бір тамаша, біздің жүрегімізді жылытатын, бәріміздің қанатымызды қатайтатын іс деп халықтың дастарханы бұл дастархан. Бұл бір жеке бір оқушының, бір баланың ғана дастарханы емес, елдің дастарханы деп ойлаймыз. Сондықтан балаларымыз білімді болып, саналы болып, тәрбиелі болып, өз елінің бір қалаулы ұл-қыздары болып, армандаған оқушыларына қиналмай, өздерінің білімдерінің шүкірлігімен биіктен көрініп жатсын деп тілек айтамыз. Сендерге қарап біз мақтанамыз. Осындай балаларды біз оқыттық. Осындай балалардың біз ұстазы болдық. Осы балалар біздің алдымыздан сабақ алды деп біз мақтанамыз. Анаң мен әжең, атаң осындай ұл қызым бар деп мақтанады. Елің мақтанатын ұл қыз болып өсіп өніңдер, биіктен көрініңдер. Сендердің бүгінгі күнде өмірлерің жарқын. Елбасымыз міне кереметте жоқ тамаша гранттар, тамаша оқу орындарын, мұхиттың ар жағына барып оқып жатқан біздің оқушыларымыз бар. Қазақстан қала берді. Қазақстанның кереметте жоқ жақсы оқу орындарына түсіңдер. Мектептің ұясында сендер ата-анаңмен бірге, ұстаздарыңмен бірге тәлім тәрбие алып, бір шайқаған, бауырымызға басқан жұмыртқамыз сияқты сендер енді міне осы ұядан қанатқа ұшқайып отырсыңдар. Бәрі тілегіміз біздің сенімімізді ақтағандарың. Биылғы жылда 3-ші мектеп қала берді, облыс, республикадағы ең алдыңғы қатардың мектебінен көрінсе де біз армансыз адам болмайды ғой. Әрбір мұғалім соны армандайды. Біздің оқытқан оқушыларымыз биіктен көрінсе, Шығыс Қазақстан облысындағы ең үздік мектептің атын жеңіп алғанымыз да рас. Осы ел жұрт біледі. Енді биылғы жылы тағы сендердің осы сыннан жаңа тестіде тамаша өтіп, маңдайларың жарқырап, біздің сенімімізді ақтап, ата-анаңның абыройын, рухын көтеріп, бұл үлкен іс, білім жолындағы сендердің саналылықтарың, білімдерің. Міне осының барлығына да сендер әр уақытта биіктен көрінсеңдер. Біздің айтар тілегіміз сол. Ал алдымызда мынау келіп жеткен жаңа жылымыз, ұлысымыз оң болсын, ақмол болсын, халық тоқ болсын, тыныштық болсын. Ұл мен қыздарымыз биіктен көрініп, қалаған оқуларына түссін, тек қана жақсылық болсын деп, барлығымыз бірдей осы дастархан басына жиналып отырмыз. Балаларым, сендерге тілейтін тілегіміз тек қана ақ жол. Мектептеріңді биік ұстаңдар, биіктен көтеріңдер. Рахмет барлықтарыңызға. Енді жолда отырмыз. Бүгінгі жасап отырған тілекшілеріңіз қабыл болсын. Енді 11-ші сынып оқушылары, мектебіміздегі ең жетістер оқушылар, сондықтан да алтын белгі алатын оқушылар алтын белгісін алсын, ерекше үлгідегі аттестат оқушылары аттестаттарын алсын. Қалған оқушылар да өте жоғары балл жинап, сіздердің армандарыңыз орындалып, грантқа түссін. Балдарыңызға ақ жол тілейміз. Бүгінгі наурыз тойларыңыз, тілекшілеріңіз қабыл болсын. Рахмет. Ендеше келесі кезекте керемет ән келгенше құлақтарыңыз әнде. Әлі бәрекелді ендеше. Әлі бәрекелді, сөйлем орын босатып отырсаңыздар, ет келді.
Ата керек. Ата тағы өзіңіз асқа бата бересіз ғой. Ай, бәрекелді. Есім аға, өзіңіз асқа бата берсеңіз. Елдің тынышталай қол жайы. Ал балалардың қолдарын жайыңдар барлықтар. Ләя мен десең міне бата, қолдасын қыдырата, қыдырын қияласын, ырысын ұяласын. Құдай сендерге бас берсін, бақ берсін, кетпес дәулет, кең бейіл берсін. Жолыққанда жолдарың болып, істерің оң болып, биіктен білімді де, білікті шәкірт болып, студент болып, қалаған оқуларына, түсулеріңе, ұстаздарың, атаның барлығы тілектес. Әмин. Есім аға айтқаныңыз келсін ендеше. Әй, бәрекелді. Есім аға тұрыңыз қанеке. Мына жақта өздеріңіздің шәкірттеріңіз сізге шапан жауымыз дейді. Әй, бәрекелді. Мына жақта шапалағы өздеріңіздер сценарий бойынша. Әй, бәрекелді. Түсіндірәдет. Есім ағалардан шапан жауып жатыр. Осындай ол қыздарымыз аман болсын. Ендеше әй, бәрекелді. Біз қазақпыз, азанда жүрген бозатпыз. Таусылмас бітпес дастанбыз, тақсырлармен туыспыз, қырандармен бауырмыз, ұшар едік ауырмыз. Болмасаққа табақтас, о үшеуі тамақтас. Қазаққа да ет керек, қыранға да ет керек, қасқырға да ет керек. Ендеше мынау ағайын, әлемде ет жеуден ең бірінші орынды алатын қасқырлар болса, екінші орынды алатын өзіміздің қазақтар екен. Ендеше қазақтарды ет жеп жатқан кезде мазалауға болмайды екен. Рахмет, рахмет. Ендеше келесі ақ тілектің, бақ тілектің, ақ тілектің кезеген оқу ісінің меңгерушілеріне берсек. Атап айтқанда, Сәкен Аханғалиұлы, Ташкентова Айгүл апайымыз, Гүлжан Аңсағанқызы, Гүлнәр Ошақбайқызы, Бауыржан Көпжасарұлы, Әсем Бағзолқызы, Аян Қабдешұлы, Асқар Зейнетқабденқызы, Гүлмира Мүбәрәкқызы, Майра Дәукенқызы, Анархан дейді. Осындай кісілерге келесі ақ тілектің кезегін берсек. Енді құрметті ата-аналар, біздің қымбатты түлектеріміз, ұстаздарымыз, мына келіп жеткен жаңа жылымыз алдымен наурыз мейрамымыз құтты болсын, ақ мол болсын, ұлы соң болсын, қайда барсақ жол болсын, уайым-қайғы жоқ болсын. Енді міне дәл жаңа жылымызда тілек тілеп отырған түлектеріміздің тілегі қабыл болсын. Барлығы грант оқуға түссін. Жоғарғымыз 25, ең азымыз 110 балл жинайық. Мен саған тілектеспін. Mekте orta şara kanatkanday жақсыға жақсылық, яғни жаңа алдында ағылардың қандай болуш күні қазақ айтады, ертілесең сол тілек болады дейді. Сондықтан да ата-ананың тілегі де, мектептің тілегі де, бірақ нәрсе алдымызда оқушылардың өз жақсы орындарын тауып биіктен көріну. Соған бәріміз үшін өткен тілектеспіз. Ертеңгі күні ата-анасын қуантса, онша болса мектепті де қуантады. Мектептің барлық туғыз жылға артысап, биіктен биікке аңсаған арманыңызға жетіп, ертең ұлттық бірыңғай жақсы тапсырып, дәл бүгінгідей тағы да басымыз қуанышқа жиналуына тілектеспін. Осы тілекті ұйымдастырып отырған сынып Гүлназираға рахмет. Гүлназирада осы оқушылардың екі санасындай болып, басы қасында жүріп, қуанса қуанып, ренжісе ренжіп, бұл кісінде еңбегін атап кету орынды деп ойлаймын. Сол себепті бірінші Гүлназираға, екінші осындай мектеппен байланыс жасап отырған ата-анаға, екіншіден білімді де саналы, сапалы тәрбие алып отырған оқушыларымызға да рахмет айтып, осындай қуаныш көп бола берсін. Қуаныш.
Hizmetler, sırtmalar, sizlerді келе жатқан осы облыстың ұлығына наурыз мейрамын құттықтаймыз біріншіден. Бәріне бізге бақытты денсаулық тілейміз. Осы енді бүгінгі тілек жайына шақырып отырғандарыңызға үлкен рахмет айта отырып, сіздерде де болашақта және алдыңғы ауыр күндерден ауытқымай үлкен және балдар жинап өз қуаныштарымызды алдыда күтеміз. Сол үшін бәрімізге амандық тілейміз. Ата-аналар, құрметті оқушылар, облыстың өтуінің наурыз мейрамдарын құттықтаймын. Және де алға келе жатқан осы тесттарыңыз бар. Содан жоғары балл алып, тек жарысқа түсіп, тек жоғары жақтан көріп жүріңіздер. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, оқушылар, бүгін міне сіздер құрметтеп мектебіміздің ұстаздарын аттастырған шақырып жатсыздар. Бұл наурыз мерекесі біздің заманымыздың екінші ғасырында қола дәуірінде пайда болған, мына оқушылар біліп отыр. Қазір наурыз 14-інде бүгін Қазақстанның барлық жерінде басталып кетті. Біз шығыс қана ұлттық демек ғана тойлаймыз. Сондықтан наурыз мерекесіне бүгін біз мектепте бастап отырмыз. Сондықтан мына оқушылар атында сіздерге тілеріміз, біз ұстаз қауымы мына өзіміздің оқытқан оқушыларымыздың бүкіл болашағына ылғи сәт сапар тілейміз. Сондықтан оқушыларға жаңа Сәкен ағаларың айтып кетті ғой, 125 балл, кем дегенде ең азы 110 балл тілейміз. Сондықтан ұлттық бірыңғай тестте жақсы тапсырып, қалаған мамандықтарына түсіп, үлкен бір азамат болуларына ұстаздар қауымы тілектеспіз. Құрметті оқушылар, ата-аналар, ұстаздар, бүгінгі келіп жеткен наурыз мерекеміз құтты болсын. Енді мына оқушыларға айтатынымыз, бүгінгі айтылып жатқан ақ тілектердің барлығы құлағына шалсын. Енді алдарыңызға ақ жол тілейміз, ұлттық бірыңғай тестті жақсы тапсырыңдар, дендеріңіз сау болсын, болашақта жақсы өмір азамат болыңдар. Құрметті ата-аналар мен оқушылар, бүгін және наурыз айы тек айы деген ардастырғанға құрметтеп шақырып отырғандарыңызға рахмет. Міне осы жаңа наурыз дегеніміз жаңа күн деген мағынаны білдіреді. Жаңа күнмен бірге сіздерге де жаңа бақыт келсін. Осы балаларыңыз алдағы емтихандардан сүрінбей өтіп, бізді де қуантып, елімізді де қуантып, және осы үлкен еліміздің азаматтары болып жүре берсін. Әрдайым тілектеспіз. Құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар, бүгінгі наурыз мерекесі құтты болсын. Мынау және ғана дастархан солай жалғасып, сіздердің үйлеріңізге той болсын. Барлықтарыңыз оқушыларыңыз есе жоғары балалы оқуға түсіңіздер. Біздің мектеп 89 жылдан бері құрылғаннан бері ең алдыңғы орындағы мектеп. 98-ден бері гимназия болып келеді. Содан бері біздің мектептің деңгейіне ешкім жеткен жоқ. Сондықтан да сендер де түсіруге қақыларың жоқ. Яғни мектептің атағы жайдан жай келген жоқ, бұл өте еңбек. Есім ағаның бүкіл әкімшіліктің бүкіл мұғалімнің еңбегі. Сол еңбекті енді сіздер бағалап, осы жоғары деңгейден көрсетулеріңізге шын жүрген сәйкеспін және көрсетесіздер деп сенемін. Өйткені ол үшінші мектеп, ылғи да үшінші мектеп. Үшінші мектеп жасасын деп сіздердің тілеулеріңізді барлық мұғалімдер тілейді. Барлық осы отырған ұстаздар қауымы, барлық оқушылар сіздерді тілеп отыр. Сол арман тілектерді сіздер орындауға міндеттісіздер, және орындайсыздар. Мен сенемін. Рахмет сіздерге. Ассалаумағалейкум. Наурыз мерекесі құтты болсын. Сөйлеп отырамыз баршамыз.
керемет бір ойын ойнап алсақ, мына жақтан бір кісі бір бауырсақ, мына жақтан бір кісі бір бауырсақ алсыншы. Алыңдаршы, бір бауырсақ ала салыңыздар. Мына жақтан. Ада, бауырсақ алыңызшы. Бауырсақ алыңызшы алдыңыздан. Бауырсақ алдыңыздар ма? Алдыңыздар ғой. Әй бәрекелді. Ендеше қазір мынау маэстро музыканы қосқан кезде, сол кезде мына бауырсақты аласыздар да келесі адамға бересіздер. Үстіп келесі адамға беріп, үстел бойымен домалатамыз. Одан кейін маэстроға музыканы өші деп қалам, үстіп деп қалам, сол кезде бауырсақ кімнің алдында қалып қояды, сол алдындағы Наурыз көжеден алып, бір әудемейді қазақ жоқ, Шәмшінің әнінен әуде жүреді. Келістік қой. Бауырсақты алыңыздар. Тез, бауырсақты. Тез. Бауырсақты, әй бәрекелді. Тез. Стоп. О, міне. Әй бәрекелді. Рахмет. Өзіңмен таныстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрсың сен. Сені көргенде қайдасың бұл күнде, сені іздеп арманым сыр бойын шарлады. Sen qo'rsilib nemedin, kengeydi qo'y kerigin, erkek qo'ldan kelmeydi, aydı dalıp gelirim, sağan keldi tögerim, barına sevdi gelirim, onun bärin naz desin, can beruge könlerim, seni yaman bol nelerim. Yapırı kulkun jamgarıp, gökpür yettin bandırıp, balğan kulkun turmenin, meremimdi kandırıp. Sağan keldim tögerim, barına sevdi gelirim, onun bärin naz desin, can beruge könlerim, sen anam bol nelerim. Onlar yapırsın tündü, tıpkın men bu gündü, yetmez seni kıymayım, senin kazaklıksındı, kızgındı. Sağan geldi söyledim, var sevdilerim, onun bärin naz desin, can beruge könlerim, sen anam bol nelerim. Şimdi al koy, masaklaması hepsi al apa. Әуде жерді сür. Hem var mı apa? Ешкім садақ түсіп жатқан жоқ. Bismillah'dan деп айтайын, жаман сөз жарамайды неге айтайын. Балалар аман жүріп өсте берішу, мерекем құтты болсын деп айтайын. Қалдырсаң құдайды қамшыға, әмтіңдайды жәккулеткен. O'zbekkan voy bizdan жаққа qaqul etken. Mına ağabeyiniz, bardıklarınız, kıymetli okuşlar, bardıklarınız bunlar келдеткен Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Жаңа жылда қалай қарсы алсаң солай болады дейді. Бүгін үлкен қуанышты бастап жатырсыздар. Енді жыл аяғына дейін қуаныш болады деген сөз. Сіздің балаларыңыз барлығы алтын белгі алатындар алтынын алып, күміс белгі алатындар күмісін алып, барлығы грантқа түсіп, осы тойларыңыз жаздың күні үлкен тойға
ұлассын. Соны тағы да жуып жатайық, қуанып жатайық. Енді менің сабағымнан наз еркем, ажарым, содан Гүлзатым бұл енді ақтайды деп сенемін. Барлық осы 11-ші А класы өте жақсы класс. Енді қарсы жетекшісіне үлкен рахмет. Гүлжазира міне осындай тәртіпті, өте үйімшіл класс. Сондықтан ата-аналары да үйімшіл екені көрініп тұр. Енді осы қуаныштан қуанышқа ұласа берсін. Үлкен тілектеспін соған. Құрметті ата-аналар, кеше ғана балаларымыз мектеп табалдырығына қойып, бүгін міне үлкен өмір жолына қадам басып отыр. Осы қадамдары ақ жол болсын. Әрқашан биіктен қанаттар талмай биікке шырқай берсін. Алда тұрған осы сыннан, үлкен сыннан сүрінбей өтіп, аман есен сол қуанышты Алла жантыға жантын. Енді көптің көп тілегімен адам бақытты болады дейді. Осы айтылған бүкіл тілектер бүгін және қабыл болып, балаларымыз бақытты болсын. Құрметті 11-ші ата-аналары, оқушылары, мына жерде ата-әжелер отыр. Осындай әжелер біздің мектепте бірінші рет осындай көп келіп отыр. Сіздерге көп рахмет, осындай ауылда ақтап-тартам жайып отырғаныңыздарына. Сіздерге тілейтін мына жерде бізге кеше Гүлжазира шақыру билетін алып келгенде, сол жерде Наурыз айы тілек айы деп оқығанда сондай жүрекке сондай жылы сезім пайда болды. Ол шынында да тілек айы осы жерде міне көп тілек айтып жатыр. Осы тілектер бәрі орындалсын. Енді былтыр мына жерде Раушан апай сөйге мөлдір деген мұғалім біз 3 класс жетекші 3 сынып шығарғанбыз. Мен 11-ші Б сыныбының класс жетекшісі, Раушан апай 11-б мөлдір апай. Жыл бойы бізге администрация, содан кейін біздің директорымыз бізге планға қойып отырған 100 балл деп. Сонда балалармен бірге ойлап қалай біз осы 100 баллды аламыз. Бізге сондай 100 балл, сондай үлкен болып тұрды. Бірақ Құдай берердесе береді екен. Оның еңбектің нәтижесі біздің мұғалімдердің, біздің басшылардың, біздің администрация, содан балалар, содан кейін сіздер ата-аналардың көмегімен біз 104-тен жоғары аяқ астынан шыға келдік. Енді сіздерге балалар басқа планға қойып тұр, 110 балл деп, 110 балл еңбектенсең 110 балл да алынады. Енді сіздерге тілейтін тек қана жақсылық. Балаларымыз ең жоғары балл алсын. Ана ентеден шыққанда кешке жақын ентін балл біргенде жоғары балдар бастары айланып, құлап жатсын, тек қана қуаныштан құлап жатсын. Қайырлы құтты болсын. Және Гүлжазира апай айтып жатыр ғой, балаларым бәрі шегінен өнерлі деп. Айтқандай бұл класс балалар сондай бәрі білімді, мәдениетті, инабатты, сондай тәрбиелі балалар. Енді бұл балаларға тілейтінім, енді осы алдағы сынақтан сүрінбей өтсін, осы оқу орнында жақсы аяқтап, барлық асыл армандары орындалсын, қанаттары талмасын, ақ жол тілеймін. Және былтырғы енді сыныбымыз бітір деп жатырмыз, сол балалардың жолын берсін, биіктерден көріне берсін. Сіздерге ата-аналар, сіздерге рахмет. Осы сыйлап, ұстаздарын құрметтеп жатқан сол тілеулеріңіз қабыл болсын. Тілектерім қабыл болсын. Жаңа ұрпағымызда отырған қариялар, есім ағам және беріп жатқан батасында тілектерім орындалсын. Өздеріңіз ата-аналар сіздер ойларыңыздар, өздеріңізге мәлім бір жақсы ішкі тілектеріңіз орындалып, балалардың басын. Құрметті ата-аналар, балалар, өзіміздің ұстаздарымыз, сіздерге бәрілеріңізге Наурыз мерекесі құтты болсын деп айтайын деп отырмын. Әрқашанда өстіп Наурыз мерекесі сияқты жадырап, күлімдеп, дастарханыңыздарыңыз әрқашанда жақсылықтан, молшылықтан жайылсын. Енді екіншіден сіздердің балаларыңызға мен орыс тілден сабақ беремін. Балаларыңыз өте жақсы, тәрбиелі, білімді, және бәрі айтып жатыр.
110-нан түспесін деп 125-і болсын алды. Мен де соған тілектеспін. Әрқашанда сіздерді балаларыңыз қуанта берсін. Және Жанна Кәкімбековна былтырғыны айтып жатса, міне туын, осы 3-ші мектептің туын желбіретіп, биыл Гүлжазира алып отырса, мен бүгін келгенде бір жағынан сіздерден үйренейін, көрейін деп келіп жатырмын. Ендігі жылы сол 3-ші мектептің туын мен алайын деп отырмыз. Енді сіздердің жаңа айтқандай, міне Гүлжазира қабылдап алып отыр. Енді жоғарғы бал көрсетіңіздер класстарыңызбен бірге. Одан кейін өздеріңіздің көк тударыңызды 3-ші мектептің туын бізге берсеңіздер, бізге Алла тағала сіздердің жолдарыңызды берсін. Әрқашанда өстіп ұйымшыл болып, береке бірлік болсын. Өте қуанып отырмыз осы дастарханның басында Ақжаулықта аналарымыз бен апаларымыз бен аталарымыз отыр. Өзіміздің кіші коллективіміз отыр. Балалар бәріміз бір дастарханда бірігіп отырмыз. Бір оймен, бір жүрекпен соның бәрін тілеп отырмыз. Осының бәрі орындалады деп сенемін. Әрқашанда тек қана денсаулық, балаларыңыз өте әдемі, көрікті. Кеше күліп жатырмын, жарқырап Темірлан мен Айзат мен группамда костюм шалбардарын киіп келгенде мен талқылап жатырмын. Өзі күнде көріп жүрген баланы мен басқаша көзбен қарадым. Сіздердің балаларыңыз уже ұл жігіт қыз болып өте сондай өсіп, сондай көрікті. Жаңа Гүлжазира тақпақтарын, әрқайсына тақпақтарын сыйлап айтып жатқанда, қасымда отырған әріптестерім айтып қойып, көзіме жас келді деп. Неге дейсіздер ме? Біз бұдарға әбден үйреніп алдық. 1-2 айдан кейін бұдар бізден кеткенде біз қайтеміз деген ой бар. Енді бізді одар ұмытпайды, келіп тұрады, тек қана балаларымыз жақсы, дендері сау болып жақсылықта биікте көріне берсін. Құрметті оқушылар, құрметті ата-аналар, барлықтарыңызды осы Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Барлықтарыңызға біріншіден денсаулық тілеймін. Ата-аналардың ойлап отырған армандары балалардың алдында отырған үлкен сынақ бар. Енді содан жақсы өтіп, өмірде жақсы азамат, қыз-ұлдар болыңдар. Ата-аналардың ақ тілегін ақтап, бәрімізді жақсы болашағымыз жақсы болсын деп тілеймін. Қымбатты оқушылар, ата-аналар, ұстаздар, енді бізде міне мектепте осындай традиция болып бара жатыр. Бұны Сатия Жұмағалиевна деген мұғаліміміз шығарған, бәріңіз білетін шығарсыздар. Тілек шайы деп шақырған ең алғаш. Сонда ойлағанбыз, тілек шайы деген қалай болар екен деп. Осынша адамның келіп, сендерге оқушылар, сендерге тілек айтып жатыр, барлық осы тілектер қабыл болсын. Алла тағаладан барлығымыз дұға тілейік. Осы балалардың дендері сау болсын. Оқуға түсіп, өздерінің келешекте нан тауып жейтіндей, өздерінің жағдайын жасайтындай білім алсын. Мен өзім дене тәрбиесіне сабақ бергеннен кейін әсіресе қыздарға ылғи форма киіне келгенде айтатын сөзім, сендер кімсіңдер деп ұрсатын. Олар айтады, біз будущий мамамыз деп. Сондықтан да осы ең бірінші, осы ұлдарға да қыздарға тілейтінім, дендері сау болсын, ауырмасын. Қазір біз осы жерде дастарханда мәз-майрам болып отырмыз. Біреудің баласы мектепке келе алмай, не аяғын баса алмай, өз бетімен тамағын іше алмай отырған жандар да бар. Сондықтан да тәубе етейік осылай жүргенімізге. Және ата-аналар, оқушылар, сіздерді келе жатқан Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Наурыз бәрімізге құт береке әкелсін, молшылық әкелсін, бейбітшілік әкелсін. Және де мына тілек шайға жиналып тілеуімізді тілеп отырмыз. 11-ші сынып оқушылары барлық пәндерде 25 балл алып, өздерінің қалаған мамандықтарына түссін, ата-аналарынан, мұғалімдердің үмітін ақтасын. Болашақ мектеп түлектері, сіздерге бүгініне көптің көңілі көлдей.
осы бағанан бері айтып жатқан ұстаздардың, ата-аналардың ақ тілегі сіздердің жолдарыңызды ашсын деп ойлаймын. Ойлаған арман тілектеріңізге жетіңіздер. Сіздердің ең алғашқы міне білімдеріңізді өмірде сынай үшін бір сынақ алдыда, содан сүрінбей өтулеріңізді тілеймін. Бірақ та өмірде бұдан да үлкен сынақтар болады. Сондықтан сіз осы өмірде кезігетін барлық сынаққа шыдап, барлық өзіңіздің мүмкіншілігіңізді, ата-анаңыздың сізге деген көңілін ақтайды деп ойлаймын. Мектептің абыройын әрқашан ақтайды деп сенемін. Ең басты денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ата-аналарыңыздың сіздерге артып отырған үмітін ақтаңыздар. Әр ата-ана өзінің баласы үшін барлық жағдай жасауға, барлық көңілін бөлуге, өмірін қиюға дайын. Сондықтан барлығы жақсы болсын. Осындай сынақтардан сүрінбей өтеді деп ойлаймын. Бақытты болыңдар. Ең бақытты құс қарлығаш жауға ол. Ең бақытты құс әтеш. Дұрыс, әтеш. Неге әтеш? Ой, бұл білмесеңіз мен айтайын жауым. Әтештің тауықтары көп, енесі жоқ екен ағайын. Енді келесі сұрағымыз, аш адам аш кезде неше жұмыртқа жейді дейді? Біреу? Жоқ. Ой, бәрекелді. Адам аш кезде той қанша жұмыртқа жейді екен ағайын. Келесі сұрағымыз, тақырбас адамның басында не жоқ? Шаш? Түк жоқ. Тағы? Бит жоқ. Ой, бәрекелді. Бит жоқ екен. Тақырбас адам басында бит жоқ дейді. Келесі сұрағымыз, қазанға не сыймайды? Ой, бәрекелді. Қақпаға сыймайды. Не деген білгіш балалар, ә? Келесі сұрағымыз, бір әйел бір күнде 3 көйлек тіксе, 3 әйел бір күнде неше көйлек тігеді? 9? Жоқ. 3? Жоқ. Тут тікпейді. Ай бай. Неге? Ай бай. Әйелдердің басы болса қайда көйлек тікеді? Өсе кетпей ма? Ай бәрекелді. Ендеше келесі ақ тілектің, бақ тілектің, ақ тілектің кезегін ата-аналарына берсек, ол қыздарымыздың. Ya Allah vakt versin, süre vakt versin, aman болып bala şaka. Kız canım kavunuma ya. Жақсы болады. Canım kapadım. Ya Allah жарылқасын, aman saklasın. Aslarına avaldık, baslarına amandık, denlerine sağlık. Asmanlar aşık olsun, zamanlar tыныш olsun. Ne tilegen tilekleri Allah'ın. Allah versin, Allah'ın kulağına şalınsın. Ansağın armanlarına жетсін. Armanları büyük болып, sol armanına жетіп балалар. Бақытты құмырлы болып, ең алдымен балаларға денсаулық берсін.
одан кейін бақ берсін, тақ берсін, жақсы оқып, аман есен болып, ата-анасын қуантып, міне әжелерді қуантып өстіп. Бала шағаның болсын, осыны оқытып жатқан ұстаздарының бәріне денсаулық берсін, басшыларына, баршадарың әкемелі дайындалып отырғанмын жоқ, әмбе дегенімізді жаңылықта қатқын көп көрім тегінде білуші едім. Бар дәрің аман болыңдар, дастан-қарың тоқ, уайымдарың жоқ болсын, бәрі осы ұстаздарының артқа шығар бастап, дастархан ата-аналарына жайғызып жатыр. Құр жастарыңыз ақ болсын. Ал құрметті қауым, бүгін бізде Наурыз мейрамымыз құтты болсын. Құрметті ұстаздар, мектеп әкімшілігі, сіздерге бәріңізге ата-аналар ретінде ризашылығымызды білдіреміз. Өйткені сіздердің еңбектеріңіз өте зор. Күн-түн деп қарамай осы балаларды білімдеріңізді аямай беріп балаларға тек қана жетсін, тек қана оқуға түсін деп көп еңбек жасап жатсыздар, көп кездесіп жатырмыз. Сол үшін біріншіден сіздерге көп рахмет. Ал енді құрметті балалар, енді осы мектепті таяуда бітіресіңдер. Келешекте мен ойлаймын енді үлкен сенімді мұғалімдер, ата-аналар сенімдердің бәрін артасыңдар. Тек қана биіктен көрген жүрсіңдер. Осы мектептің туын түсірмей, әрқашан жоғары ұстап жүрсіңдер. Планшеттік ішімізге көп ризашылық білдіреміз. Осы талай жыл біздің балаларды бірге әкеліп келе жатыр. Бізді ата-аналарды біріктіріп, бәрімізді бір семьядай көріп жатырмыз. Сондықтан мен ойлайтын, тек қана бәрі дастархандан тек қана жақсылыққа жайсын, сәттілік болсын, әрқашанда кризистердің бәрі өткетсін, болмасын әрқашанда. Мұғалімдерге тек қана денсаулық, шыдамдылық, сәттілік тілеймін. Ұстаздар, ата-аналар, келген қонақтар және біздің балаларымыз, оқушылар. Ең алдыменен сіздерге, ұстаздарға үлкен рахмет айтқымыз келеді. Сіздердің арқаларыңызда біздің балаларымыз жақсы білім алып жатыр, жақсы мектепте оқып жатыр. Өзіміз сол мектепті мақтан тұтамыз. Кеше ғана кішкентай әкелген балаларымыз осы 3-ші мектепке тарыдай болып кіріп, енді таудай болып шыққалы отыр. Сол сіздердің, ең бірінші сіздердің арқаларыңыз, білімдеріңізді, көрген білгендеріңізді аямай біздің балаларымызға беріп жатырсыздар. Жаңағы айтып жатқанымыздай, міне тақырыптың өзі наурыз айы, тілек айы дейді. Біздің сіздердің бастарыңызды қосып отырғанымыз, көптің тілегі көл, сол біздің балаларымызға жұқсын деп, жақсы болсын деп, соны сіздердің бастарыңызды наурыз тілек айына шақырып отырмыз. Енді сіздердің осындай қиын да қызықты жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Жаңа өздеріңіз мақтап айтып жатырсыздар біздің балаларымызды. Үнемі сондай сіздердің алдында да болып кеткен, одан кейін де болатын балаларыңыз сіздерді тек қана қуанта берсін. Осы мектептің атына кір келтірмей жоғары бал алсын. Жаңа айтып жатырсыздар, 104 бал деп біздің балаларымыз одан да жоғарына алып жатса, ол бірінші сіздердің, одан кейін біздің тілегіміз деп ойлаймын. Дендеріңіз сау болсын, осындай шәкірттерді тәрбиелей беріңіздер. Ал енді құрметті біздің балаларымыз, кеше ғана кішкентай болып келген балаларымыз не үлкен өмір жолын аттағалы отыр. Мен өзім бірінші класқа келгеннен бері осы жерде талай балалармен бір сыныпта әлі келе жатырмыз. Бәрі мені көрген кезде, мен Ақжанды мектепке келгенде 4-5 класқа дейін папасы әкелсе, мен әкетіп отырдым. Сонда осы балалар жүгіріп, менің алдыма Жанар апай деп жүгіріп шығатын. Бәрі менің өзім балаларымдай болып кетті. Одан кейін де артынан келіп қосылып жатқан балалар. Бәрі бізге ыстық ата-ана үшін. Шынын айтсам, жүрегім толқып отыр. Кеше ғана кішкентай болған балаларымыз үлкен өмір жолын аттағалы отыр. Ал енді балалар, сендерге тілейтінім, осы алдағы болатын тесттен сүрінбей, жақсы бал алып, жоғарғы оқу орнына түседі деп өзім ойлаймын. Шын ана болғаннан кейін толқиды екенсің. Бәріміздің көңілімізде жүр, бәрі ата-ананың. Шынын айтсақ, бір күні қуанып отырамыз, бір күні тағы да бір басқадай реніштеріміз де болып жатады. Неге олай болды екен дегендей. Енді сол қуаныш бәрі ұзағынан болсын, балаларымызға ақ жол, сәттілік тілеймін. Рахмет сөздеріңізге. Бүгінгі наурыз мейрамы барлығымызға құтты болсын. Бүгінгі наурызды пайдаланып, ұстаздарды шақырып, өзіміз ата-аналар атынан, оқушылар атынан сіздерге алғысымызды білдіреміз деп тілектеріңізді
шын ниеттеріңіз бен айтылған тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын. Бұл сіздердің шәкірттеріңіз. Әрқашан биіктен көрінсін. Жаңағы айтылған тілектің бәріне қосыламын. Дендеріңіз сау болсын. Тағы да наурыз құтты болсын. Мейрам екен. Ал тарих мұғалімдеріне рахметімді айтамыз. Жасынан тарихты танып көрген, сол тарих өнері шауып берген. Мен қазақпын, мұндардың ұрпағымын, кезінде Бейжіңде шауып келген. Мен қазақпын, өлемін ақтиламын, барғалам қаһарымнан қауіп жеңген. Мен кешегі сақтардың саттығымын, парсына ерлігіме бақыт берген. Күннің астын билеген күлдегенмін, күлләлем ерлігімді танып көрген. Мен бейбарыс тоқтатып Шыңғысханды мұсылманға еркіндік алып берген. Мен Қашқаримын, Яссауимын, ислам ғылымына шауып берген. Мен қазақ алтын орда мұрагері, басырып орыс орман салып берген. Мен қазақпын, Кереймін, Жәнібекпін, жазылған тарихқа алтын әріптермен. Мен Тәукемін, Қасымын, Абылаймын, тектілік рухына анып берген. Мен Жәнібек, Бөгел, Наурыз, Қабанбаймын, жоңғарды табанына салып берген. Мен қазақпын, Абаймын, Шоқанмын, Ыбыраймын, даңқым бар дүниеге дәріптелген. Мына мен Әлихан Ахмет Міржақыппын, Алаштың аспанда жанып сөнген. Мен кешегі қаһарман Бауыржанмын, Мәскеуді кеудемменде жауып берген. Мына мен Рақымжанмын, Рейхстагтың төбесіне туып алып берген. Мен қазақпын, қайратпын, ләззатпын, желтоқсанның көк мұзын жарып берген. Мәңгіліктен жол тартып мәңгілікке дәрежелі орныңды алып түрден. Менен мықты халқым жоқ, Аллам өзі ешқашан өшпейтін даңқы берген. Бүгінгі мынау кешімізді аяқтап, келесі соңғы сөзді сынып жетекшісі Зейнелхан Гүлжайзира қызына берсек. Құрметті ұлағатты ұстаздар, және құрметті ата-аналар, қалған уақыттарыңызды қиып келгендеріңізге көптен көп рахмет айтамын. Құрметті менің ұстаздарым, әріптестерім, менің сіздерден көп үйренгенім бар. Сіздер үшін сіздер маған өте жақынсыздар. Ең бірінші айтатыным, сіздерге отбасыларыңызға амандық, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Екінші айтатын рахметім ата-аналарыма. Сіздерге де көп рахмет. Алла тек қана сіздердің ойлаған армандарыңызды берсін, тек қана тілектеріңізді орындасын деймін. Арғай тағы да енді шәкірттеріме арнаған бір 2-3 өлең бар еді, сөз сұрайын. Арғай сөйлесіп жылайтын сияқты. Тағдыр сыйлап сендерге бақыт гүлін, төге берсін әрдайым уақыт нұрын. Бірің ерке, бірің асау шәкіртім бар, сендермен бақыттымын. Сондай жүрегіммен жазып дейі, жүрек алып өзі жазып. Тек бір Алладан тілерім сендерге балалар. Таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін. Рахмет, жол. Гүлжазираны түсінуге болады, өйткені ол бірінші сыныбы шығарып отырған жас болады. Қайғы мұның жасы емес, бұл бақыттың жасы, иә? Солай ма, Гүлжазира апай, ендеше Гүлжазира апайымызға бір доғал шапалақ қойсаңыздар. Рахмет. Бертін болса да жастамада болады бастамада. Дейсін бе бұлтамада қайдан екен, демемін бұлтамада нұрасыл екен. Аш қосақ студент қой қарапайым, ұлты қазақ сүйегін айман екен. Рахмет ағайын, осындай кештеріңіз көп болсын.